бағасы бір халқыма жабағы мен мамықтың. Нанбайды рас антыма, қадірі мол тантықтың. Айырмайды арасын бұлдыр менен анықтың. Енді қайда барасың, түрі мынау халықтың. Өсиет, халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арыңды сақта. Адамның ең асылы қиянатсыз, ақ пейіл адам. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Ғылымға да керек жан, ақылсыз болса, ғылым тұл. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Тәтті сөзі балдай, насихаты шамдай. Жақсы ақынның тілі бал. Шатақ ұқпа, шын аңғар. Тапқыр, адал, ақ ниет адамдардың артынан ере берсең, алданбайсың. Мінез, сайтанмен ойнаш жүрегі, пайдамен мақтан тілегі. Тамақ үшін тіл жалдау. Мінез, дос қолымен от көсер. Тілінде бал, ішінде у. Жылы жүрек, тәтті тіл берекеге бастайды. Ызақ ордың іші тар. Оқ атылса, қайтып ал, улы найза саптама. Жаралы кісі албырт келеді. Атадан қалған ақ сауыт арамға әбден бұлғанды. Өнер қылды жақсылар қасқырша елді жұлғанды. Жала жауып жалмайды жазасыз қарап тұрғанды. Еліріп, еріп көп ел жүр, білмейді Құдай ұрғанды. Түпсіз жауға санайды түзу жолға бұрғанды. Ел жеген жуанды сүйеген басшы оңбайды. Ақылдың шолғыншысы, ойқұмарлық. Азат ақыл ойланбай жай жатса тозады. Өкініштің үлкені ойы тарлық. Шын шын бар, қате шын бар, ұлы шын бар. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол. Кей адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Көңіліне бір қылығың сыймаса, кейде 100 жылдық досың бір күнде жауың айналады. Ит иесін қаппайды. Шын дос, жақсылықты ұмытпаған дос. Отаршы елдер ағызар әскер қанын, алмақ болып аз елдің жермен малын. Тумақ, өлмек тағдырдың шын қазасы. Ортасы өмір, жоқты қой екі басы. Сағымда екі жоқтың арасында. Тіршілікте баталар біраз жасы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, өміріңде өкіндірмес қасиеттер осылар. Ақыл, өлшеусіз жарық нұр. Жан тән қамын жеп тыныштық таппайды. Хан тоймайды. Екі жуан сыймайды жер жүзіне, 9 кедей сияда алашаға. Сөккенің болсын сүйгенің, достығың болсын күйгенің. Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Шенеунік ісін қылмаңыз, әділет жолын таңдаңыз. Қартайған соң балаға ата жақпас. Алдап айтқыш ақын көп. Пара алып, не қазынаның ақшасын жеп, адалымсып жүретін ұлықтар, кеңесшіл пысқайлар аз емес. Жазықсызды жалалап атақ алып, ақ жүрексініп жүретіндерден сақтасын. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Шүкірлік. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Аманатшылдық, арсыздық, арамдық, асығыстық пен айлакерлік шайтанның достары. Адамзат тұра алмайды әдетке ермей. Құмарсыз өмір қараң. Құмарың бір ісің көп болсын. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден. Көп жазып ем, оныма өкіндім мен. Ойласам көрген бейнет тартқан қайғы. Болыпты не біреуден, не өзімнен. Бейнет көрме, біреуге бейнет берме. Дүние алдамшы, өмір қу деп елірме. Қамдан, сақтан, қалғып бақ, бәле келсе. Бәрін Құдай қылат дегенге ерме. Дұшпан мақтар елірте бермек үшін. Мін болмайды наданның қорлағаны. Өнері жоқ өсекші ел жамандар. Өтірік пе, рас па көрмейшін. Кім айтса да, алдымен ақылыңа сынатып ал. Тегіс тексер сөз көрсең сыр мен сынын. Түзетуге именбе, тапсаң мінін. Көрінгенге көз сүзбей күнін көріп. Қазақ қашан ел болар, Құдайым-ай. Қор болар үйде отырып өскен адам. Қиялап қиын жерде сол озады. Көп жол көріп, басына іс түскен адам. Анық байлық бойға біткен өнерің. Осындай мағыналы нақыл сөздер ұнаса, арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.
Қоңыраушаны басып, жаңа жазбаларды бірінші болып көріңіз. Достарыңызбен бөлісіп, жақсылықты бірге таратайық.